Баршаңызға сәлем. Бүгін домашний коржик дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий баса кетіңіздер. Домашний коржик дайындау үшін бірінші сары майымызды ерітілген саламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де үстінен қантымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін сүт құйып, тоже араластырып аламыз тағы да. Неке араластырып болдым. Енді үстінен ұнымызды саламыз. Ұн салған кезде үстінен 1 чайный ложка разрыхлитель және жарты чайный ложка тұзымызды салып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып иленеді, қолға жабыспау керек. Неке қамырымыз дайын, 20 минутқа демалтып қоямыз. Неке 20 минут уақытымыз өтті, енді қамырды жаямыз. Қамырымыз қатты жұқа болмау керек. Қаншалықты қалың болса, коржик өте күшті болып шығады. Неке мен осындай домалақ коржиктар жасап алдым. Енді формамызға салып 20-25 минут пісіретін боламыз. Коржиктарымыз дайын, өте керемет болып пісті, өте жұмсақ, бөлінгенде де өте оңай бөлінеді. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий баса кетіңіздер. Келесі видеоны бірінші болып көру үшін уведомление кнопкасын басып қойыңыз. Дүкеннің коржигынан ешқандай айырмашылығы жоқ, керемет болып пісті. Балапандарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын баршаңызға.